Бүгін Атырау қаласының іргесіндегі Водников 2 ауылында 5 адамға иіс тиген. Ас бөлмедегі газ пешінен ақау шығып 42 жастағы үй иесі мен 4 бала жедел ауруханаға жеткізілді. Ақ халаттылар балалардың жағдайы жақсы екенін айтып, үйлеріне шығарған, ал анасы әлі дәрігерлердің бақылауында. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары сақтық шараларын қатаң сақтауды ескертеді. Түркістан облысының Бәйдібек ауданында 13 елді мекенге қайта газ берілді. Өткен аптадағы қатты боран салдарынан Жамбыл елді мекені маңында құбыр тесіліп, 2 жерден табиғи газдың сыртқа шығып жатқан анықталған болатын. Аудан әкімдігі мен Темірлан газ мекемесінің мамандары бірлесіп, сыртқа шығып жатқан газ құбырына жөндеу жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде 3 күн бойы газсыз отырған Бөген, Жамбыл, Мұңғылақ ауылдық округіне қарасты 13 елді мекендегі 1193 абонент көгілдір отынға қайта қосылды. Одан бөлек осы мезгілде Бәйдібек пен Созақ аудандарында 15 электр бағанасы құлап, 3,5 мыңнан астам абонент жарықсыз қалған еді. Қазір бәрі жөнделген, істен шыққан ұялы байланыс операторларының станцияларда қайта қосылды.